осы баяғы абай айтқан қазақ қой, енді біз кеш ойнатын жағдайымыз бар ғой. Санамызға селитра, ақылымызға амофос, ақидамызға азот сіңіп кеткен. Қарбыз ұрламаған, алма ұрламаған бала жоқ шығар енді. Алма болды. Дұрыс бала емес онда ол. Оның бір плюсіне, минустары не қандай қаупі бар енді. Кедерген кәсіптің басын айтқан кезде ойбай керемет сияқты ғой. Істей бастаған кезде бір сынақтар пайда болуы мүмкін дегендей. Бұл енді шылаушының бір керемет қасиеті, мұның өзінің бір құрамында әлемдегі ешқандай хайуанда жоқ бір биологиялық активный бір зат бар екен. Осы мен айтамын саған. Анау кішкентай жерің бар, бір. Эксоттық жерге помидор егеді батсың, батыран. Енді сенің эксоттық жеріңе примерно бір 10 қап кетеді. 10 қап кетеді. 10 қабын бір 3000 теңгеден деп есептейік. Ең арзан баға. Ақшаң бар, сенің балаңа химия жегізгің келмейді. Сен айтасың, биогумусқа піскен таза органикалық өнім, мінекей дейсің, дәмін көр дейсің, кесіп бер, сен аласың оны.